Оқушылар, қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Барлығымыз оқулығымызды ашайық. Оқулығымыздағы 21 және 22 бетті ашамыз. Бөлімнің атауы өзім туралы деп аталады. Сабағымыздың тақырыбы жаңалыққа құштармын деп аталады. Және Бүркіт Ысқақовтың жас техник өлеңімен танысамыз. Бүгінгі сабақта білетіндеріңіз шығармадан теңеу, кейіптеу сөздерін таба білесіздер. Өз ойларыңызды, сезімдеріңізді жеткізуде тірек сөздерді қолданасыздар. Балалар, тапсырма. Ақынның ойын өз бетінше жалғастырып көр. Балалар, кімнің суретін көріп тұрмыз? Абай Құнанбаевтың суретін көріп тұрмыз. Абай Құнанбаев кім, балалар? Абай Құнанбаевтың биыл қанша жылдық мерейтойы тойланып жатыр? Есімізге түсіре қояйық. Ендеше балалар, Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба өлеңін барлығыңыз жатқа білесіздер деп ойлаймын. Осы өлеңді естеріңізге түсіріп, және Абай атамыздың осы өлеңін әрі қарай сіздер де Абай Құнанбаев атамыз сияқты ақын болып жалғастырып көріңіздерші. Және маған видеоға түсіріп жіберуді ұмытпаңыздар. Ендеше балалар, назарымызды оқулықтағы 21 беттегі Бүркіт Ысқақовтың жас техник деген өлеңіне назар аударайық. Барлығымыз өлеңді бірге оқиық. Жас техник Бүркіт Ысқақов. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер, техника тетігін меңгерген шеберлер. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер, электрді ерттеген ер жүрек ерендер. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер, радионы басқарған өнерлі өрендер. Жас техник дегендер, жай балалар демеңдер, ғарышқа жол салар, солар бұлар кемеңгер. Балалар, өлең кімдер туралы? Жас техниктер туралы екен. Яғни жас техник дегендеріміз кімдер екен? Қандай жұмыстар жасайды екен? Техниканың тетігін білетін адамдар екен. Электр қуатын білетін адамдар екен. Электр жөндеуде радионы басқаратын адамдар екен. Тіпті ғарышқа жол салатын кемеңгер адамдар екен. Жарайсыздар балалар. Ендеше осы өлеңнің авторы Бүркіт Ысқақов. Бүркіт Ысқақов балалар 1924 жылы 4 қарашада Қарағанды облысының Нұра деген ауданына қарасты Көкмөлдір деген жерде дүниеге келген екен. Ол жастайынан қиялшыл, арманшыл болған екен. Зерек жас ел аузындағы қисса дастандарды зейін қоя тыңдап, жаттап алып жүретін болған екен. Соның әсері болса керек, кейін өзі де өлең шығара бастайды. Содан кейін Қарағанды комсомолы газетінде әртүрлі тақырыпқа жазған өлеңдері жарық көре бастайды. Сондай өлеңдерінің бірі ақынның туған жерге арнаған Көкмөлдір деген жыры екен. Мына сызба бойынша әңгімелеп көріңіздер. Бүркіт Ысқақов қайда дүниеге келген екен? Қарағанды облысында дүниеге келген екен. Ол кім екен? Ол балалар ақын екен. Оның қандай кітаптары, өлеңдері бар екен? Сенің отаның, кішкене көмекші деген кітаптары бар екен. Жарайсыздар балалар. Сонымен өлеңді барлығыңыз мәнерлеп оқисыздар. Сонымен бірге ақынның ойын жалғастырып көрейік. Жас техник дегендеріміз кім екен? Жас техник дегеніміз инженер екен. Жас техник дегеніміз электрді білетін электроинженер екен. Сонымен бірге жас техник дегеніміз ол радионы меңгерген радиоинженер екен. Сызбаны дәптерге сызып алыңыздар. Енді балалар, барлығыңыз осы өлеңге сүйене отырып, жаңалыққа құмармын тақырыбында сурет салып көріңіздер. Оқушылар, Бүркіт Ысқақов туралы қосымша материалдар жинайсыздар және жас техник өлеңін мәнерлеп оқып мұғалімге жолдауды ұмытпаңыздар.
ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.